Сәлем, мен дипломмен психолог Салтанат Мұрадова. Бүгін гештальт туралы сөйлесетін боламыз. Гештальт деген қарапайым сөзбен айтқан кезде целый образ дегенді білдіреді. Яғни, мысалы біз бір картинкаға қарасақ, немесе бір нәрсені ойласақ, оны түгелдей завершенный, яғни толықтай бір образбен елестетеміз. Мысалы, адамның бетіне қарасақ, оны детальдермен көзі, мұрны деп қарамаймыз. Сначала мы видим все лицо, а потом уже детализируем. У него такие-то глаза и такой-то нос. То есть это называется гештальт. И мысалы торт деп ойласақ, в основном уже сәнделген, әдемі, белгілі бір әркімнің ойындағы, фантазиясындағы уже аяқталған цельный тортты елестетеміз. Мысалы біз тортты тек қана коржики или тек қана крем деп елестетпейміз ғой, сол сияқты гештальт деген сөз это целостный образ деген сөз. Ал енді закрыть гештальт или открытый гештальт, не закрытый гештальт деген сөздердің мағынасы қандай? Бұл гештальтты біз психологияда былай деп айтамыз. Мысалы, кішкентай демей қойық, кез келген бір жағдайда біздің бір цельный образымыз болды. Мысалы, мен қонаққа барамын, былай, мысалы, тамақ жеймін, әңгімелесеміз, күлеміз, жақсы болып қайтамыз. Но егер де мен мысалы қонаққа бара жатқан кезде жолда бірдеңе болып, мені үйге шақырып алды или басқа жаққа кетуім керек болып қалды, и қонаққа бармағанымыз үшін біз өзіміз өкінеміз. Неге? Себебі миымызда мен уже қонаққа деп киіндім, қонаққа деп сыйлығын алдым, қонаққа деп жолға шықтым, бірақ аяғына жетпедік. Яғни психологияда аяқталмаған нәрсені, немесе біздің ойымыздағыдай шықпаған нәрсені біз открытый гештальт деп айтамыз. Қарапайым сөзбен айтқан кезде осылай. Енді открытый гештальттар біздің өмірімізде бар неше түрлі жағдайлар, оның минусы, яғни бізге зияны қандай? Мысалы, кішкентай кезіңде сен бір нәрсені жасағың келді, қаладың, бірақ ол нәрсе сенің ойыңдағыдай болмады или еш болмай қалды. Сол кезде сенің ойың кезінде соны былай жасағанда, ол былай болатын еді деген бір өкініш қалған болса, сол жерде сенің бір гештальтың ашық қалды деп есептеуге болады. Мысалы, мен өзім туралы айтатын болсам, кішкентай кезінде мен қатты музыкаға жақын едім. И менің более-менее жағдайы бар класстастарым айына 200 теңге төлеп музыкальный кружоктарға баратын. Ол ән кружоктарына және пианино кружоктарына. Сол кезде олар барған сайын мен ішім прям қалап, соны мен де қатысқым келіп, олар сол пианинодан келгеннен кейін было сольфеджио, у меня такой-то класс деп, это сложно, это легко, мен былай мынандай пьесаны жаңағы разучили, енді мынаны айтып жатырмыз, мен емтиханда мынаны ойнап тартып беремін, сен мынаны тартып бер деп өзара сөйлескен кезде қатты ішімде қалау болатын, мен де осылармен бірге қатысқанымда ғой, мен де осылар сияқты жүргенімде ғой, осылай оқысам ғой деген ой болатын. Бірақ атанамның жағдайы болмаған үшін, әрине біз 5 бала болдық, және тек қана папамыз жұмыс істеді. Оған қосымша кружоктарға, тем более ақылы кружоктарға қатыса алмайтынбыз. Сол үшін бұл тақырып мен үшін бір жабылмаған тақырып болып қалды. И мен всегда ойлайтын, мен кезінде атанам жақсы зарабатывать еткенде ғой, мен сол кружоктарға жібергенде ғой, мен қазір бір жерде тесіп шыққан музыкант боларым едім, или кем дегенде просто бүйтіп мұңайған кезде мен может сол пианино тартып өзімді бүйтіп көндірер едім деген сондай бір ой жүретін. Сөйтіп, уже кейін есейіп психологқа барғасын, мен осы өкінішімді, осы обидамды психологыма айтқан кезде, ол кісі бүйтіп айтты: Салтанат, қазір жасың нешеде? Мен айттым, 30-дамын. Онда 30-да болсаң, сен қазір уже өзің жұмыс істейсің, жағдайың бар ғой. Барда ән кружогына және пианино немесе какой-то бір музыкальный басқа қалаған кружогына өзің барып жазылсайшы. Барда әлі де кеш емес. Сен әнді өзің үшін айтқың келсе, сен пианиноны жаңағыдай мұңлы кездерде бүйтіп тартып, соны осылай ішіңдегі мұңды осылай шығарғың келсе, қазір де соны жасай аласың. Неге болмасқа деген кезде ойланып қалдым да, шынымен неге мен осы өзім кружокқа бармадым деп, сөйтіп 2 кружокқа бірден жазылдым, ән кружогына және пианиноны тартқым келді, бірақ үйде пианино қоятын жер болмағандықтан мен гитара кружогына жазылдым. Сосын даже бір ай қатыспай мен түсінгенім,
Оказывается, мен қазір қатты ән айтқым келмейді, даусымды қинағым келмейді. Оказывается, мен қазір пианино или даже мына гитараны бүйтіп жаттығып, қолымды қинап, өзімді қинағым келмейді екен. И мен негізі прям ойымдағыдай керемет музыкант немесе керемет бір әнші болғым келмейді екен. Мен бұны уже өзім өз қалауыммен барып, өз қалауыммен істеп көргесін, осыған көзім жетті. И содан кейін ішімдегі сол туй, осылай болғанда ғой деген ойым тоқтады. Яғни психологиялық тілмен айтқан кезде гештальт жабылды. Ашық тұрған, дұрыс болмай қалған, целостная картина болмаған нәрсе аяқталып, жабылып, все, осымен бітті. Оказывается, мен негізі шын мәнінде әнші болуды, немесе пианино тартуды, гитара тартуды қаламаппын. Немесе сол кезде, может, қыздарға еліктеген шығармын. Может быть, шын мен сол кезде маған музыкалық терапия керек еді, бірақ қазір уже оған мұқтаж емес екенімді түсіндім. И солай менің мәселем жабылды. Яғни бұл жерде бір гештальт жабылды. Енді гештальт жабылса, ол қалай неге адамға әсер етеді? Ол, во-первых, жаңағы мына жерде осылай болғанда ғой, ата-аналарым осылай жасағанда ғой деген менің постоянный уайымым, постоянный жаңағы бітпейтін, постоянно келе беретін бір ойым тоқтады. Яғни менің бір энергиям, сол жерге энергия шығып кететін, сол шығатын энергиям тоқтап, басылып, уже ол энергияны мен өкінішке емес, қайда басқа бір жақсы нәрсеге жұмсауға болатынын түсіндім. Ата-анама деген ренішім азайды осы тақырыпта. Оказывается, олар да қолынан келген жасапты, келмеген. Может быть, мен ол жерде де олар маған төлесе, мен бір айдан кейін, может, тура осылай тастап кетер едім. То есть, соны түсіндім, және уже қазір мен өзімнің таңдауым музыкамен айналысу, немесе ән айту, немесе бір какой-то музыкальный инструмент тарту, ойнау, ол оказывается менің қазіргі қалап тұрған үлкен бір мақсатым, үлкен бір қалауым емес екенін түсіндім. Гештальттерді жапқанда адамның бойында, яғни пайдасы қандай, адамның бойында энергия освобождается и закрывается дверь в прошлое. То есть прошлые обиды, өткендегі өкініштер аяқталады. Енді осындайды, мысалы, егерде, мысалы, мен осыны айтып жатқан кезде, сіздің ойыңызда қандай да бір туй, менің ата-анам, ағам или өзім кезінде бүйткенде ғой, немесе сөйткенде ғой деген бір ой пайда болса, сондай бір өкініш бар болса, егерде ол өкінішті қазір уже сіз өз қолыңызбен оны жасай алатын болсаңыз, мысалы, туй кезінде концертке бармаушы едім, или туй кезінде әдемі киінбеуші едім, мама постоянно әпкемнен, ағамнан қалғандарды маған кигіздіретін десеңіз, пожалуйста, қазір барыңызда от и до новый бір гардероб сатып алыңыз. Негізі көбісінің оған уже жағдайы да бар, и оны жасай алады. Может быть, бірден прям бүкіл гардеробты ауыстыру мүмкін емес шығар бәріне. Бірақ ай сайын жаңа шалбар, жаңа юбка, жаңа кофта, жаңа зат алып, сөйтіп бір жылдың ішінде точно какой-то бір гардеробтың белгілі бір мөлшерін полностью өзің қалағандай қылып ауыстыруға болады. И солай сен өзіңнің өткеннен келе жатқан целостный картина болмаған, яғни жабылмай қалған мәселелеріңнің аузын жауып, энергияны ол жаққа жібермей-ақ қойса болатынын, және сол энергияны жақсы жаққа, мысалы жұмысыңызға, мысалы бала шағаңызға, мысалы оқуыңызға жіберуге болатынын түсінесіздер. Жалпы гештальт деген осы, гештальтты жабу деген бұрыннан өкініш болып келе жатқан, немесе сіздің ойыңызша как будто қате, немесе аяқталмаған бір образ бар деп ойласаңыз, соны істеу, соны бітіру болып есептеледі гештальтты жабу деген сол. Және сол гештальтты жапсаңыз, өміріңізде энергияңыз босап, жақсы жаққа көбірек жіберуге болатынын түсінесіз. Бүгінге айтарым осы. Егерде комментарийде сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіз. Сол сұрақтарды біріктіріп, біз ары қарай тақырыпты жалғастырамыз ба, әлде сіздерге басқа нәрсе қызық па, соған жалғастыратын боламыз.